Тасбақаның жаралуы. Дәуіт пайғамбар жас күнінде Жалут деген жалғыз көзді дәумен жекпе-жекке шығады. Жалуттың бойы 3 құлаш екен. Ол заманда оған тең келер батыр тумапты. Жалуттың алмас қылышы бар екен. Қылыштың өткірлігі сондай, тау тасты ұрса, күл талқан етіп шашып жіберетін қасиеті болыпты. Дәуіт соғысқа шығарда Жибрил періште көктен құдіретті қалқан түсіреді. Ол Жалуттың қылышын бойға дарытпайды. Дәу бар күшімен ұрса да қалқанды сындыра алмапты. Әттен әлсіреп, амалы таусылған Дәуіт оның көзінен жаралап өлтірген екен. Заманнан заман осып, Дәуіт патша дүние салады. Ақтық сәтінде қалқанды бауырына қысып, сипалап жатып, көз жұмыпты. Патшаны арулап жерге көмген соң, қасиетті қалқанды қолға түсіргісі келген дұшпан көп болған екен. Құдай құдіретімен қалқанға жан бітіп, тасбақаға айналдырып жіберіпті. Тасбақаның киелі болатыны осыдан екен деседі.